Барыңызға сәлем достар, бүгін сіздермен Эльнора, бүгін сіздермен чесночный гренки іске басарын дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен чесночный гренки іске басарының өз дайындалу жолындағы құпиясын айтамын. Бізге ең алдымен қара нан қажет. Қара нанның осы видеодағыдай барлық шеттерін осылай алып тастаймыз. Тек қана ішіндегі наны қана қалу қажет. Сосын осы дәл видеодағыдай қылып, ұзынша қылып нандарымызды дұрыстап кесіп аламыз. Осылай барлық нандарымызды кесіп, осылай дайындап қоямыз. Одан кейін бізге 8-9 дана сарымсақ қажет болады. Одан кейін сарымсақтарымыздың барлығын осылай үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізілген сарымсақтарымыздың үстінен оливки май немесе сары май құямыз. Одан кейін бір дана сарымсақ қажет. Бір дана сарымсағымызды қызып тұрған табамызға жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін қуырып тұрған сарымсақтарымызды алып аламыз. Одан кейін сол табаға жаңағы нандарымызды кезек салып, барлық нандарымызды жақсылап қуырып аламыз. Әр жағын 2 минуттай қуырамыз. Осы екі жағынан аударып, жақсылап қуырып аламыз. Дәл видеодағыдай қылып барлық нандарымызды қуырып аламыз. Одан кейін жаңағы нандарымызға салмамызды осылай жағып шығамыз. 5-10 минуттай нандарымызға осылай сіңеді. Міне біздің дәмі тіл үйіретін чесночный гренки іске басарымыз дайын. Егер де видеоны лайк басып пікір қалдыруын сұраймын.